Сәлеметсіздер ме? Бір жасағаннан шығатын балды торт әзірлейміз. Алдымен ыдысымызға балымызды құйып, астын орташа отқа жағамыз. Шеті осылай қайнай бастаған кезде астын баяулатып, 1 шай қасық сода салып, жақсылап тоқтатпай араластырамыз. Өзі жайлап көпірши бастайды, сондықтан тоқтатпай жақсылап араластыру қажет. Араластырып жатамыз, сонда шетінде қоңырқай түске айнала бастайды. Міне көріп тұрғандарыңыздай шетінен бастап қоңыр түске айналып жатыр. Осы кезде үстінен сары майымызды салып, тағы да ерігенше араластырып тұрамыз. Егер де түсі қоңыр болған қаласаңыздар, осылай араластырып жатқан кезде қаттырақ қою түске енсін. Мінекей майымыз еріді, енді оны толықтай суытамыз. Екінші ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Ыдыс және миксер құрғақ болуы қажет. Жұмыртқамызды салып біткеннен кейін құмшекерімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Яғни жұмыртқамыз әппақ көбік болып көтерілгенше. Бастапқыда жай жылдамдықпен, содан кейін жылдамдығын жайлап көтерсеңіздер, жұмыртқа жақсы көтерілетін болады. Мінекей әппақ көбік болып шықты. Енді үстінен суыған балымызды құйып тұрып араластырамыз. Балымыз ыстық болып қалмасын, толықтай суығаннан кейін құйып араластыру қажет. Толықтай араластырып біткеннен кейін ұнымызды саламыз. Ұндың барлығын бірден салмаңыздар. Бөліп салу керек. Мен 3-ке бөліп салдым. Сол кезде ұнымызда жақсы араласатын болады. Яғни іртік қалмайды. Міндетті түрде миксермен араластыру қажеті жоқ. Осындай ұнды салған кезде лопаткамен араластырсаңыз да әдемі болып шығады. Яғни жұмыртқамыз басылып қалмайды. Астынан үстіне қарай жайлап лопаткамен араластырсаңыздар да әдемі болып шығады. Миксермен араластырып біттік. Осындай қоймалжың қою массада болуы қажет. Егер сұйықтау болып жатса, үстінен жайлап ұн сеуіп, осындай массаға келтіресіздер. Содан соң қалыбымызға теплоновая бумага немесе осындай астына жабыспайтын фольга салсаңыздар болады. 1,5 шөміштей салдым. Енді үстіне ұнымызды сеуіп, қолымызбен жайлап жайып шығамыз. Қатты баспаймыз. Жайлап басып, өзімізге керек формаға келтіріп аламыз. 2 қалып болса, 1 қалыбын дайындап салғаннан кейін, екінші қалыбын дайындап тұрасыздар. Жайып өте тез әрі жылдам піседі. Сондықтан пісіруге ұзақ уақыт кетпейді. 1 қамырды дайындаймыз, екіншісін салып қоямыз. Мен осындай қақпақпен кесемін, сондықтан осымен өлшеп алдым. Жетпеген жерлерін қайтадан жайып аламын. Осылай толықтай барлық корждарды пісіріп шығамыз. Келесі ыдысымызға қаймағымызды саламыз. Осындай қаймақ қолдандым. Қою әрі өте дәмді қаймақ. Міндетті түрде қымбат қаймақ емес, осындай қаймақ алсаңыздар да болады. Үстінен құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып шығамыз. Миксермен емес, осындай қасықпен немесе лопаткамен араластырыңыздар. Сұйық болып кетеді миксермен араластырсаңыздар. Араластырып болғаннан кейін тоңазытқышқа сала тұрамыз. Корждарымыз суып біткенше. Корждарымыз дайын болды. Осындай 4 дана шықты. Енді оның шетін жаңағы өлшеген қақпағыммен кесіп шығамын. Немесе үстінен тарелка қойып, пышақпен кесіп шықсаңыздар да болады. Негізі корждарды ыстық кезінде кескен дұрыс. Мен осылай суығаннан кейін кестім. Барлық корждарды осы ретпен кесіп шығамыз. Мінекей барлығы дайын болды.
Енді тортымызды жинай бастаймыз. Тоңазытқыштан қаймағымызды алып, тағы да бір араластырып жібереміз. Ішіндегі құмшекерлері әдемі болып еріп тұрады. Бірінші корждан бастап үстіне қаймағымызды жағып, келесі коржымызды салып, сол ретпен барлық корждарға қаймағымызды жағамыз. Және де бетіне, жанына да барлық шетіне қаймағымызды әдемілеп жағып шығамыз. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Маған қолдау білдіріңіздер. Рецепттерім ұнап жатса, міндетті түрде комментарий бөлімінде бөлісіңіздер. Сіздерге ұнап жатса, көмегі тиіп жатса, мен өте қуанышты боламын. Арнама тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, жақындарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Әлі де қарапайым әрі қолжетімді заттармен әртүрлі рецепттер түсіретін боламын, әрине сіздердің көмектеріңізбен. Менде осындай печенье бар болды. Содан соң печеньяны оқтаумен езіп алып, барлық шетіне сеуіп шықтым. Негізі коржды кескен кезде қалдықтарын езіп істеуге болады. Менде қалдықтары аз болғандықтан осылай жасап шықтым. Мінекей дайын болды. Енді оны тоңазытқышқа бетін жауып, бір күн қойып қоямыз. Кешке жасасаңыздар, азанда дайын болады. Мінекей бір күннен кейін тортымыз дайын болды. Өте әдемі, өте жұмсақ болып шықты. Бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей кескенде де өте жұмсақ болып кесіліп жатыр. Және де корждарымыз әдемі болып көтеріліп шықты. Тортымыз да биік. Әрі өте дәмді болып шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, корждары да әдемі көтерілген. Ортасына қаймақпен немесе заварной креммен, әртүрлі кремдермен жағып жасасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сіздерге көп-көп рахмет.